Мынадай рулетті көрген де арманда, көрмеген де арманда. Себебі бұл рулет кәдеден жасалған. Я, кәді. Енді кәдіні тек осылай ғана дайындаймыз. Видеоны көрместен лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Екі орташа кәдінің біреуін ұсақ етіп домалақтап турап аламыз. Одан соң суы шығу үшін тұздап қоямыз. Ал екінші кәдіні орташа үккіштен өткізіп, тұздап, жақсылап, суын сарқытып аламыз. Енді 3 жұмыртқаны миксермен араластырып алып, үстіне 20%-ық 1 ас қасық қаймақ және де 3 ас қасық ұн сеуіп, дәміне қарай бұрыш салып, араластырып аламыз. Кәділеріміз тұздалғандықтан тұз қоспаймыз. Массамыз біркелкі болған соң, үстіне үккіштен өткізілген кәдіні қосып, формамызға құямыз. Жан жақтары жабыспас үшін пергамент қағазын екі жағынан да төсеген дұрыс. Енді массамызды біркелкі етіп жайып аламыз. Одан соң дөңгелетілген кәділерімізді үстіне қойып шығамыз. Барлығын орналастырып болған соң 180 градус қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіріп аламыз. Салмасы үшін 2 дана сарымсақты үккіштен өткізіп, үстіне 2 ас қасық майонез қосамыз. Немесе майонездің орнына сливочный сырды қосқаныңыз дұрыс болады. Салмасын талғамыңызға қарай өзгертсеңіз болады. Қызанақтан басқа салат жапырақтарын, аскөк немесе тұздалған тауық етін де қоссаңыз болады. Рулет дайын болған соң теріс жағына аударып, салмасын салып, ораймыз. Рулетті пештен алған соң орап қойып, суығанын күтсеңіз болады. Мен күтпей әзірледім. Салмасын салып болған соң рулетті нығыздап ораймыз. Рулет формасын жақсы ұстау үшін пищевой пленкамен орап, кемінде 2 сағатқа тоңазытқышқа қойып қойыңыздар. Дайын болған рулетті столға кесіп, қонақтарыңызға қойсаңыздар болады. Рулет өте жұмсақ әрі шырынды болып шығады. Көріп тұрғаныңыздай қарапайым заттардан жасалған рулетті тек мейрамханада емес, өз үйлеріңізде ас мәзіріне қосып, күнделікті өмірде қолдансаңыздар болады. Сіздермен болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын.